Мұғалжар ауданы бүгінгі күні 64 мың халық тұрады. Президентіміздің тапсырмасына сәйкес халықтың әл-ауқатын жағдайын жақсарту мақсатында 25 жылы 4 елді мекен газбенен қамтамасыз етілсе, 26 жылы 2 елді мекенге газ өткізу жоспарда тұр. Медицина саласы бойынша бүгінгі күні 25 жылы 4 амбулатория салынса, 26 жылы тағы бір амбулатория және де Мұғалжар аудандық аурухананы жақсарту мақсатында ғимарат салыну үстінде. Сонымен қатар тұрғын үйге келетін болсақ, 25 жылы 48 пәтер салынып, қазіргі таңда сізде әлеуметтік осал топтағы жандарға табысталу үстінде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар биыл 26 жылы 60-қа жуық пәтерді біз қамтамасыз етеміз ба деген жоспарымыз бар. Бұл да ауданымыздың халықтың әл-ауқатын көтеру мақсатында. Сонымен қатар білім саласында келешек мектебі салынып, есігін балаларға ашқан болатын. Соңғы 2 жылдың ішінде 8 жаңа мектеп бой көтерді. Сонымен қатар Самал мөлтек ауданындағы біздің мектебіміз құрылыс жұмыстарын жандандыру үстіндеміз. Онда алдағы уақытта жоспарлы түрде аяқтап балаларға табыстағымыз келіп отыр. Қазіргі таңда Жұбанов университеті менен Қандағаштағы мемлекеттік колледждің екі ортасында келісім шарттың арқасында жергілікті колледжді бітірген студенттеріміз Жұбанов университетіне алдағы уақытта өзінің таңдауы бойынша, мамандығы бойынша жоғарғы білімге қадам басуға жеңілдетілген келісім шартқа қол қойылды. Орта білімменен дипломын алған студент болашақ маман иесі болу үшін Жұбанов университетке барып, 2-ші курсынан емтихансыз оқуын жалғастыра алады. Бұл да бірінші ауданның жасалған қадамдарының бірі болып отыр. Психологиялық кабинеттерді ашқан болатынбыз. Және де кеше ғана президентіміздің тапсырған ерекше балаларға көңіл бөлуі бойынша ғимараттарды күрделі жөндеуден өткізу және де басқа да ата-аналарға ыңғайлы болсын деп ерекше балаларға ыңғайлық туғызу мақсатында Ембі қаласынан да бір филиалын ашқан болатынбыз. 26 жылы 2 үйге терможаңғырту және 1 үйге ағымдағы жөндеу жұмыстары басталды. Сонымен қатар қосымша 10 жоба дайындалып, жоспарға енгізілді. Ауыл шаруашылығы саласында ағымдағы жылы жалпы құны 612 миллион теңге құрайтын 2 инвестициялық жоба жүзеге асырылды. Атап айтқанда, Ашсай ауылдық округінде 250 басқа арналған мал бордақылау алаңы және Қандағаш қаласында мал сою пункті іске қосылды. Биыл тағы 7 спорт алаңы құрылысы жүргізіледі деп жоспарлы түрде жұмыстар жүріп жатыр. 25 жылдың автомобиль жолдарын жөндеу бойынша 16 жоба басталды. Оның ішінде 7 жоба 26 жылға өтпелі болып, осы жылы аяқталатын жоспарымыз бар. Ауданымыздағы басты жолдардың бірі Қандағаш Ембі Шалқар Ырғыз автожолы. Ізімбетпенен Ембінің арасындағы 40 шақырым жолдың жұмыстары өздеріңізге мәлім, бұл жұмыстар жүргізіліп жатқанын айтқымыз келеді. Таза Қазақстан акция аясында Қандағаш, Ембі, Жем қалаларында және аудандық округтерде сенбіліктер тұрақты түрде өткізілуде. Акция басталғалы аудан бойынша 20-ға жуық сенбілік ұйымдастырылып, 1300 тонна астам қоқыс шығарылды. Ауылдық елді мекендерде де өзен жағалаулар мен бұлақтардың көздерін тазарту жұмыстарын жалғастырып келеміз. Ауданымызда жасалып жатқан барлық жұмыстардың бастамасын облыс әкімі Асхат Берлешұлы өз бақылауында ұстап отырғанын айтқым келеді.